Сәлем менің құрметті каналымның көрермендері. Бисмиллах деп бүгінгі менің YouTube каналымның алғашқы видеосын осы қасиетті нанымыздан бастағым келіп тұр. Бүгінгі дайындалатын 7 нан. Бізге қажетті мөлшердегі заттардың барлығын описанияда көрсететін боламын. Бізге сүт қажет болады, сүт, су, оның үстінен тұз саламыз мінекей. Тұздың үстінен жұмыртқа салатын боламыз, бір жұмыртқа жетеді. Және осы ингредиенттердің барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Оның үстінен ұнымызға разрыхлителімізді саламыз дағы. Міндетті түрде ұнды електен өткізіп, қатты емес, жұмсақ емес нан елетін боламыз. Енді осы нанымыздың үстіне 2 қасық су майымызды құйып, тағы да 1-2 минуттай қамырымыз жұмыр болғанша елейміз. Мінекей, осылайша қамырымызды қайтадан ыдысымызға салып, 10 минутқа тындырып қоямыз. 10 минут уақыт өткеннен кейін қамырымызды алып, 7 бөлікке бөліп, шелпек жаятын боламыз. Тынған қамырларымызды осылай домалақтап, тағы да 5 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Қамырларымыз жұмсарғаннан кейін, оның барлығын жайып, орамалға жайып қоямыз. Сол уақыт аралығында майымызды қыздырып, осылайша шелпектерімізді қуырып аламыз. Егер осы рецептпен жасайтын болсаңыздар, шелпектеріңіз өте әдемі, өте жақсы көтеріледі, өте дәмді, және де бір жегеннен мен сіздерге 100% гарантия беремін. Бір жегеннен түк те қалмайды. Егер қалатын болса, келесі жегенге дейін өте дәмді, балғын күйін сақтап тұратын болады. Мінекей қазір майдан алған кезде сіздерге көрінетін болады. Өте дәмді, өте әдемі болатын болады. Мінекей, осылайша біздің шелпектеріміз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Қазір ортасын кесіп көрсететін боламын. Мінекей, ортасы толық піскен. Өте керемет. Жасап көріңіздер. Ас болсын.